Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өзімнің сүйікті пирогым зебраның жасалу жолын көрсететін боламын. Өте биік әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқамызды саламыз. Егер де сіздердің жұмыртқаларыңыз үлкен болатын болса, 4 жұмыртқа салсаңыздар да жеткілікті. Және де 300 грамм қантымызды салып, әппақ болып көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ыдысымызға ертілген 100 грамм сары майымызды салып араластырамыз. Майымызды миксерлеп алғаннан соң 200 грамм сметанамызды салып, тағы да бір рет жақсылап араластырамыз. Содан соң 250 грамм ұнымызға 1 чайны ложка сода салып жақсылап араластырамыз. Ұндарыңызды міндетті түрде еліктен өткізіп алыңыздар, сол кезде пирогтарыңыз биік болып көтерілетін болады. Егер де еліктен өткізбесеңіздер, пирогтарыңыз пәс болып қалуы мүмкін. Мен ұнды кезек-кезекпен бөліп салып араластырамын. Сол кезде жақсы араласып, пирогыңыздың биік болуына да әсерін тигізеді. Осылай бөліп жақсылап араластырып аламыз. Енді осы шыққан қамырымызды екіге бөлеміз. Бөлек ыдысқа теңдей етіп жартысын құйып аламыз. Бөлек ыдысымызға 2 ас қасық какао салып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Менде форманың диаметрі 24 см, 22-24 см формаға биік болып көтеріліп, әдемі болып шығады. Осылайша дайын болған тестамызды ыдысымызға 2 ас қасықтан кезекпен салып шығамыз. Барлық қамырды салып болдық. Енді осындай ұзын таяқшамен осылай өрнектер салып шықсақ болады. Сол кезде жолақтарыңыз әдемі анық болып көрінеді. Пирогты міндетті түрде қызып тұрған пешке саламыз. 180 градуста 40-45 минутта пісіп шығады. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде осы қаймақ қосылған рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерде де биік, өте биік әрі жұп-жұмсақ болып шығатыны сөзсіз. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде лайк басып, подписация етіп кетіңіздер. Барлықтарыңызбен келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.